Yirmaş. Bozma yemiz yok bana. Yirmaş. Sekiz. Yirmi. Молодец. Yirmi bir. Al bol. Arat. Bir türlü var o yüzden. Al kayda. Al sana bir laf atalım tutayımız. Benim futbol oyunu biliyorum.
Вот. Olmasın. Doğru. Ne? Aslında Спортпен жаппай шұғылданып, ең бірінші өзіміздің денсаулығымызға көңіл бөлетін болсақ, екіншіден осындай көңіл көтеруге, осындай бірге атсалысып жұмыс жасауға шақырамын. Осы жүлдегерлерге демеушілік көрсеткен барлық ауыл азаматтарына, аудан азаматтарына мың алғысымыз. Көп рахмет, мереке құтты болсын. марапат істейік деп атқан себебіміз 7-ші сыныпта оқиды. Осы ауылда осындай бәйге болады, осындай ат жарысы болады, соған ауылда көмектесеміз деп азаматтар қол көтеріп бәрі жүгірді ғой. Сонда мына бала да бар, акиматқа барып 2000 теңге ақша беріп, сосын айтады екен, мен әкім бердім ғой, сен 10 мың теңге десе, мен ойладым, менің қымам оны алып жасын. Соғыстан 2000 теңге бөліп, халық үшін, ел үшін деп көтеріп жатқан балаға үлкен марапаттау грамотасы. Бәйге жарысын өткізуге дайындыққа белсенді қатысқан үшін 7-ші сынып оқушысы Әбубәкір Ерасылға алғыс жариялаймыз. Зор денсаулық, оқуда озат болып, еліміздің беделді азаматы болуына тілектеспіз. $10 мың сертификат. Ауыл азаматтарынан 7-ші сыныптың баласы қандай керемет, 2000 теңге беріп 10 мың теңге алып барады arkadaşlar. Алашқа аты шығатын, Алаштың азаматы болсын, атаның емес, Алаштың ұлы болсын. Қазақтың осындай патриот жігіттері көп болсын. Серікқалияға жалғастыра беріңіз, арбасында кіріп тұратын әдетім бар осындай. Марапаттау рәсімін жасаймыз қазір. Бірінші тай жарысы Серікқалияға келіңіз. Тай сатмады ма? Ал енді құрметті азаматтар, мынандай бәйге болып отыр деп ат салысып, аттан бәке бәйге қосып жатқан жақсылықтарыңа көп рахмет. Осылай әрқашанда құрып кетпесін. Ат спортымыз, қазақтың спорты ары қарай дами берсін. Осыны дамытып. Бұл осы неге тойға деп дайындалып, бас қосып, азаматтар жиналып, елдің ауылдың атынан өздеріміз міне мынау тай жарысқа 3-ші орынға Камаров Бағдат азаматымыз спонсоры. Келіңіздер, қой қайда? Мынау тай жарыстан 3-ші орын. Мынау сертификат қой. Құрметті халық, арасында да бүгін өте бір жақсы жиналыс болды, осы жерде отырыс болды деп айтуға болады. Атамыз қазақ халқына қалған осындай ат бәйгесінен бүгінгі марапаттау рәсімінде тай жарысынан 2-ші орынға ие болған сертификат Қарамалды Байгалиевтер әулетінің атынан кімге вручать етеді? Бейсенов, Баскөл.
жеңімпаз болуымен құттықтаймыз балапан. Тоқ бәйгеден 3-ші орынға ие болған қой Макишев, Баскөл. Рахманов, Қолдабай әулетінен қой. Тоқ бәйгеден Қарамал, 2-ші орын, сертификат. Мусалимов, Баскөл. Қарамалдың спонсоры Жұмажанов, Мейрамбек әулетінен. Тоқ бәйгеден 1-ші орын, Тұлпар. Абжанов, Баскөл. Спонсоры Ахметиевтер әулетінен Тұлпар. Мұнда келе ғой, балақай. Аламан бәйгеден 3-ші орынға ие болған сертификат. Паккенов, Майтүбек. Спонсоры Ильязов Серікқалияға әулеті. Аға ат өтпетсін. Мына атқа жауып атқан жапқыштардың спонсоры 2014 жылғы түлектер май мектебінің. Бұл болса бала. Аламан бәйгеден 2-ші орынға ие болған Қарамал. Қопашев Жанат, Малайсары. Тегенов Қайрат әулетінен. Аламан бәйгеден 1-ші орын алған Абжанов, Баскөл ауылынан. Тұлпар осы жүлденің спонсоры Құрманов Оразбай ағамыз. Рахмет, осындай ел азаматтарына. Жапқышты сыйлап отырған Май орта мектебінің түлектері 2014 жылғы сіздерге де көп рахмет. Жүлде құтты болсын.
жатыр. Құттықтаймыз. Бәрекелді, тағы да шапқысы келіп отыр. Құтты болсын. Енді мына өткен гиря көтеруден 3-ші орынды жеңіп алған Идрисов Азамат марапатталады. Жұмыскер ауылынан 20 рет көтерген. Кішігірім сыйлық. 2-ші орынды жеңіп алған Қуаны Берболат. Кунай Берболат. Май ауылы 23 рет. Берболат. Берболат үшеуден бастап еді. 23-ке бірақ шықты. Құтты болсын. Хороший өтек. Гиря көтерден 1-ші жеңіп алған Марат Баскөл марапатталады. 30 рет. Микроволновка печь. Енді қошқар көтеруден әрине бізде жеңіп алды Қайрат деген жігіт. Қопасов Қайрат, Малайсары ауылынан да. Малайсары ауылынан. Құттықтаймыз, бәрекелді. Осылай бірге көтерген жүк жеңіл болады. Рахмет сіздерге.